Барлықтарыңа сәлем достар, қалдарың қалай? Келіп жеткен наурыз құтты болсын. Бүгінгі влогым менің наурыз туралы болмақ. Бұл видеода мен қазір сіздерге өзімнің наурызға образымды көрсетіп жатырмын. Ендеше кеттік. Достар, біз болдық жиналып, енді сыртта универдің алдында зам деканын күтіп тұрмыз. Солармен бірге баратын шығармыз. Вот, енді сыртта жүрміз. Достар, мына жерде қараңдаршы, юрта құрып қойған ғой. Ертең бізде университеттің юртасы болайын деп жатыр. Соған, сөйтіп күштейтіп, ертең мына жерде күшті бауырсақ, құрт, сонда шұбаттар болады. Бұл жерде біз уже площадьқа кетіп бара жатырмыз. Таксимен 2 машинамен бара жатырмыз. Но біз бірінші, сосын артымызда екінші машина келе жатыр. Сағат болып болғаннан кейін осылай машинамен бара жатырмыз. Нет. Хорошо, да. Мына жерде халықтар өте көп, особенно әже болып қиналғандар өте көп екен. Концерт біткеннен кейін біз қыздармен сыйлық дейтін торговыйға кіріп шықтық. Бұл жерде не бар екенін қарау үшін жаңадан ашылған екен. Сыйлық заведениесіне шыққаннан кейін осылай общагиға жаяу барамыз деп шештік. Ауызашарға бара жатырмыз. Бізде университет өзі ауызашар жасағаннан кейін уақыт өткізейік деп, сосын қолымызға осындай таяқ алғанбыз. Потому что жолда андай ағып бірдемелер паутина ма сонда толып жүр. Соны типа защита ретінде. Мына жерде университеттің алдындағы киіз үй құрып қойған. Соны сіздер үшін ішіне кіріп түсірдім. Бүйтіп фык дегенде мына жерде тамақ қазір атып шығады достар. Қараңыздар. Біз уже киімізді ауыстырып шықтық. Енді ауызашарға университетке бара жатырмыз. Бұл біздің асхана. Бұл жерде көп студенттер жиналып қалған. Общежитияда тұратындар сырттан да келгенде бар. Уақытында барынша келдік, орын болмай қалар деп. Жалпы біздің университет жыл сайын осылай студенттерге ауызашар жасайды. Мен 3-ші курс болғаннан кейін алдында 2-ші курста дәл осындай ауызашар жасаған болатын. Столда қараңыздаршы достар, мен сіздер үшін әдейі осылай жақыннан түсіріп шықтым. Столда бауырсақ, шиті нан,
салаттар бар. Бәрі студенттер жейді. Она простоят 20 минут. Видеодағы әйел біздің университетіміздің ректоры Гүлзада Шакуликова Тәнеберген қызы. Барлық студенттер амандасып, көрісіп жатыр. Жылдан жылға өркейіп өсіп келе жатыр. Кеше ғана біз мынау Сырымбет бар, Асылбек бар, Ринат Маратович бар. Бәріміз жиналып өздеріңіздің қолдауыңызбенен біздің студенттерімізге ауызашар рәсім. Барлықтарыңа сәлем достар. Бұл келесі күн бізде Наурыз әлі жалғасуда. Индустриялық технологиялық Мұнайгаз факультетіне бір сәлем. Жыл сайын осы Құдалар, келіміздің көрімдігін күтудеміз. көрімдігімізді беріп бәрекелді. Ең бірінші төмен жағынан бастап байлайды екен. Достар, қазір ішке келіп жатырмыз. Жаңағы университетте аузымызды ашып, құрмамыз бен суымызды дәм татып, сол енді ішке келіп жатырмыз. Малика сыртқа шығып кетті қыздармен. Сіздер достар, мен шаш бауым қалай жақсы ма? Осылай жаңағы кәжекеймен киіп. Но бірақ біз әлі наурыз бітпейді, бізде наурыз жалғасуда. Яғни ертең тағы бізде тағы бір наурыз болады университетте, яғни жаңа киіз үй мистер көрсеттім ғой, сол алдында тағы не болады наурыз. Сосын 5 күн демалыс болады. Ол 5 күн демалыс. Бүгінгі влогым сіздерге ұнаса, достар, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық. Видео ұнаса, комментарий жазсаңыздар болады, мен жауап беремін.